Криминалисттердің жұмыс туралы дәл қазір әріптесіміз дайындаған бейне материалдан көре аласыздар. Криминалисттер. Гаухар Айтназарованың жұмыс күні осы чемоданның ішіндегісін түгендеп, қызметке дайындаудан басталады. Қысқыш, қайшы, дактилоскопиялық бояу, ізалатын ұнтақтар, скотч, фольга. Оның жұмысы дәл осы құралдармен тікелей байланысты. Себебі ол сарапшы криминалист. Менің криминалистикада жүргеніме 6 жыл уақыт болды. Криминалистиканы таңдаған жоқпын. Негізі өзім дәрігер маманын таңдаған. Мен кеш келдім органға. Қонысымды аудардым. Мен өзім Тараз қаласынан Астанаға келген кезімде, бірінші жұмыс іздеп жүрген кезімде криминалистиканы таңдадым. Өйткені кішкене өзіме жақындау, кішкене ішінде медицина жағы да басымдау болғаннан кейін. Мышьяк, я прям чувствую себя персонажем старинного детектива, типа Шерлок Холмс. А я кто тогда, доктор Ватсон? Почему Ватсон? Инспектор Лестрейд. Шытырманға толы криминалистердің жұмысын біз әдетте тек фильмдерден ғана көреміз. Әсер алуын аламыз ау, бірақ осы бір мамандықтың байыбына барып түсіне бермейтініміз анық. Шынайы өмірдегі криминалистика үнемі кинодағыдай бола бермейтіні өз алдына бұл салада ерлермен иық тірестіре жүріп, әйелдер де қызмет атқарады. Оған бүгінгі кейіпкеріміз Гаухар дәлел. Алғашқы шақырту. Алғашқы шақырту менде өте қиын болды. Расында қорқақтап, Татьяна Александровна деген ең бірінші менің бастығым болған. Ол кісіге бірінші қоңырау шалдым. Сондағы ол кісінің берген күш-жігері бар. Сол күш-жігер бергеннен кейін, сол шақыртуға барып, қорқыныштың бәрін жеңіп, жұмысымды атқарып келдім. Николай Петрович, я нашел место отравления Бобылева. Следы обычной попойки. Қырағылық, тиянақтылық, жылдамдық, төзімділік пен физикалық күш. Бұл криминалистердің бойынан табылуы керек басты қасиеттер. Сонымен қатар олардың психикасы мықты, атқарып жүрген ісіне, бөгде адамдардың әрекетіне аса сақ болуы маңызды. Себебі осы мамандарсыз қылмысты әшкерелеу мүмкін емес. Оқиға орнынан алынған қолтаңбасын арнайы базаға кіргізіп жатырмын. Ол базаның аты папиллон деп аталады. Бұл жерде көптеген адамдардың тектері бар. Белгілі уақыт өту керек. Өйткені ол жерде миллиондаған адамдардың қолтаңбалары бар. Сол себепті бізге күтуге тура келеді. Зауран 10-й, внимание, повторяю, Зауран 10-й на выезд, криминалист Айтназарова совместно. Ең бірінші ауыр тиген шақыртуым ол бала өлімі. Бірақ енді ол өзім жұмысым болғаннан кейін еш уақытта ешқандай шақыртудан қорыққан емеспін, және де өзім жүрегіме жақын алған емеспін. Ер адамның жұмысы деп айтады, бірақ біздің ортада ер адам, әйел адам деп бөлмейді. Бәрі бірдей бір қатарда, жауынгерлік қатарда болу керек дейді, сол секілді. Әрқайсымыз өз міндетімізді атқарып шығуға тырысамыз. Менің өзімнің 2 балам бар, үлкенім қыз, кішім ол. Екеуі де 13-12-ге келіп қалды, аралары 1 жас. Бірақ еш уақытта мама сен кеш келдің ғой, сені күтіп қалдық қой деп күтеді, енді бала емес пе, күтеді, бірақ еш уақытта қарсылықтарын білдірген емес. Өйткені олар да біледі, менің өз жұмысым өзіме ұнайтын, өзімнің қызметім өзіме ұнайтынын біледі. Біз қазір оқиға орнына келіп отырмыз. Оқиға орнында жәбірленушінің ұялы телефонын алдап соғу арқылы алып кеткен. Ендігі менің жасайтын жұмысым кіреберіс жерден, кіреберістің есігінен бастап, өзіміздің арнайы парашютпен із алуға кірісемін. Міне іздер, қолдың іздері шығып жатыр. Мен енді осыны
арнайы өзіміздің пленкамыз бар, соның бетіне түсірем. Қазір біз жаңағы қол ізін алғаннан кейін ендігі жасайтын тәсіліміз ол иіс ізін алу. Айғақты алып 60 минутқа қалдырамыз. Зерттеудің түрі 7 түрге бөлінеді. Оның біріншісі дактилоскопиялық, екінші суық қару, үшіншісі трассология, баллистика, геномдық және тағы басқалары. Осымен мен өзіме керекті айғақтарымды жинап алдым. Келесі жұмыстарды өзімнің әріптестерім жалғастыра береді. Ендігі зерттеу жұмыстарын басқармаға барып жалғастырамын. Менің жұмысым осындай.